Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен холодец дайындайтын боламыз. Ішінде витаминдерге, кальцийге тола, өте дәмді әрі ең керемет рецепті менімен бірге дайындап көріңіздер. Өте пайдалы, балдарыңызға, отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Жаңа жыл мейрамында холодецсіз өтпейді. Жаңа жыл мейрамдарыңызда міндетті түрде дайындап, отбасыларыңызды, қонақтарыңызды қуантып, жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Қараңыздар, іштеріне тола еттермен етіп жасаймыз. Онда бастадық. Бізге бір үлкен аяқ керек болады. Осылай 4-5 бөлікке бөліп аламыз. Жақсылап үстін жуып аламыз да бір қайнатқанға азғантайлау су құйсаңыздар болады. Барлығын салып, газге қойып, бір қайнатып аламыз. Көбігі шыққаннан кейін төгіп тастап, полный суын төгіп тастап, қайтадан жаңадан су құямыз. Жаңағы аяқтың жаман иістері, дәмдері барлығы бірінші қайнаған суда кетіп қалады. Екінші таза суымызды құйып, енді қайнамастан бұрын 400-450 грамдай ет салдым мен. Өздеріңіз қалағанда етіп көптеу ет салсаңыздар да болады. Қайнап шықпастан бұрын етімізді салып, енді қайнап шығуын күтеміз. Бетіндегі көбіктері бізде қайта шығады. Соның барлығını қайта алып тастаймыз. Беті тынық болғанға дейін, міне көбіктері шығып жатыр. Осыны сүзекімен сүзіп алып тастаймыз. Сол кезде біздің сорпамыз сап-сары әдемі болады. 2 штук қызыл сәбіз саламыз, 1 штук пияз, 2-3 түс чеснок, лавровый лист және де қара домалақ банкілерге салынатын бұрыш саламыз. Есі әдемі болады. 6 сағат бойы қайнатамыз. Астыны жай етіп, уже бізде сорпасы азайған, қараңыздар. Ішінде еттері, аяқтарымыз барлығы жұмсақ болып бүлбіреп пісіп тұр. Барлығын сүзіп аламыз. Ұмытпаңыздар, 6 сағат бойы жай етіп қайнатасыздар астыны. Енді барлық еттерімізді, аяқтарды сүзіп аламыз. Сорпасында сүзектен сүзіп басқа ыдысқа құйып аласыздар. Кішілеу қазанға қайнатсаңыздар болады. Енді қалғанын астында осындай сүйектерін абайлаңыздар. Сондықтан сүзекімен сүзіп аласыздар сорпаларында. Қараңыздар қандай жұмсақ болып піскен. 7-8 сағат бойы қайнатады кейбіреулер. Ол кезде вообще сорпасы азайып, сіздің холодецтеріңіз аз болып қалады. Сондықтан 6 сағаттың өзінде жетеді. Енді бірінші мякоть еттерімізді шығарып алып, жақсылап майдалап турап аламыз. Қараңыздар қандай жұмсақ болып бүлбіреп піскен. Мякоть еттерімізді бөлек ыдысқа салып аласыздар. Бетін сәндеп барлығын бөлек салатын боламыз. Бөлек ыдысқа тек қана етімізді ғана саламыз. Енді жаңағы аяқты қараңыздар, сүйектерінен өзі оңай ажыралады. Байқаңыздар, ішіне сүйек қалып кетпесін. Барлығыны жақсылап бірінші алып аламыз. Содан кейін барып жақсылап бұнда майдалап турап алатын боламыз. Алдымен осы сүйектерінен ажыратып бөліп дайындап алыңыздар. Ішінде сүйектері майда болып, іргенше пісіп шығады. Бізде 6 сағат бойы қайнағаннан кейін енді осының барлығын майдалап турап аламыз. Жаңағы сорпамызды қайнатуға қойып қоямыз. Қайтадан осы аяқтың еттерін алып, жарты сағат бойы қайнатамыз. Сонда біздің холодеціміз полный піскенше осы 6,5 сағатта дайын болады. Барлығын турап аламыз майдалап. Ыдысымызға салып, жаңағы сорпамызға салып, жарты сағат бойы қайнап аламыз. Сол кезде тағы дәмдеріне қарай тұзын көресіздер, саласыздар. Қызыл бұрыш салсаңыздар болады, өте керемет. Жарты сағат бойы қайнатып аламыз. Міне қараңыздар, қанша көп қайнаса холодецтеріңіз сонша күшті, сіңірлері әдемі болып шығады. Енді жаңағы аяқтың сіңірлерін осылай ыдысқа сүзіп аламыз. Бізге 3-4 штук қайнаған жұмыртқа керек болады. Бетін сәндегенге жаңағы 2 штук сәбізімізді әдемі оформлениемен қазір жасайтын боламыз. Олай жасамастан ішіне турап салып жіберсеңіздер де болады. Немесе бөлінген жұмыртқасын 2-ге бөліп, 1 пиалаға жартысын салып сәндесеңіздер болады. Оны үстіп жалпақ етіп турап аламыз. Кондитерский магазиндерде сататын осындай вырубкалар болады. Гүлді, снежок, мен солардан пайдаландым. Осындай әдемі формалар шығарып алдым. Бетін сәндегенге оны істемесеңіздер де болады. Енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай жұмыртқаны да солай істеп аламыз. Үлкендермен істесеңіздер де болады, майдасымен істесеңіздер де болады. Холодецтеріңізді аударған кезде бетін, дастарханыңыздың көркін, сәнін ашып, аппетитный болып көрінетін болады. Енді менде үйдегі бар ыдыстардан пайдаландым. Алдымен кеселерімізге құйып шықтым. 1 штук жұмыртқадан 1 штук сәбіз гүлінен саламыз. Анар саламыз, әдемі көріну үшін.
5-6 түйірден анар салып шықтым. Және де бізге укроп, зелень керек болады. Мен укроп салдым. Сіздер кашниц салсаңыздар да болады. Бетін аударған кезде әдемі, өте аппетитный болып көрінеді. Ұнатпасаңыздар, салмасаңыздар да болады. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Енді үстінен етімізді саламыз. Етін жаңағы айтқандай көптей салсаңыздар да болады. Үстінен аяқтың сіңірлерін саламыз. Кішкентай шай ішетін кесеге істейтін болсаңыздар, 1 қасық, 1,5 қасына салсаңыздар болады сіңірді. Майдақ турағанда өте көп болып шығады. Енді үстінен бір ожаудан сорпамызды құйып аламыз. Тағы да басқа салатницаларға немесе одноразовый ыдыстарға салсаңыздар да болады. Сатылымға шығарсаңыздар да өте керемет болып шығады. Енді мен осындай 2 салатницаға да салдым. Жаңағындай ішіне салып, сәндеп алдым. Аударған кезде бетіне әдемі көріну үшін етімізді сабаламыз. Қайтадан жаңағындай етіп қайталаймыз. Үстіне сіңірлерімізді саламыз. 3 қасықтан салдым бұған. Енді үстіне сорпамызды құямыз. 2 ожаудан сорпа құйып алдық. Міне қараңыздар, осындай етіп, мен бізде зал салқын болғандықтан сол жаққа қойып қойдым. Негізі холодильникке сап қойсаңыздар да болады сразу. 4-5 сағатта қатып, өте әдемі болады. Пышақпен жан-жағына шығарып, кішкене ойып аламыз. Қараңыздар, өте әдемі, дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көрулеріңізді кеңес беремін. Қараңыздар, іштерінде еттері, сіңірлері тола. Кальций аз бала шағаңыз болса, соларға беріңіздер. Үйдегі үлкен кісілерге, өздеріңізге рахаттанып жеп алатын боласыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдағы уақытта жаңа жыл келе жатыр. Қонақтарыңызды сүйсініп, рахаттанып жеп алатын болады. Баршаңызға рахмет. Міндетті түрде дайындап көрулеріңізді кеңес беремін. Қараңыздар, не деген керемет холодец рецепті. Міндетті түрде дайындап көрулеріңізді кеңес беремін. Баршаңызға рахмет, баршаңызға сәттілік. Парақшамнан алыстамай, алдағы уақытта күшті рецептілермен бөлісетін боламын.